Барлықтарыңызға қайырлы күн. Жаз мезгілімен бірге қатар банка жабу мезгілі де басталады. Мен сіздерге құлпынайдан керемет өте дәмді болып шығатын варенье жабудың тәсілін үйреткім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен осылай 7-8 кило шығатын бір ящик клубниканы алдым. Бізге алдымен бос ыдыс және таза су керек. Клубникамыздың біраз бөлігін суға салып, жақсылап жуып аламыз. Және оны түбіндегі жапырағынан қолмен тазартамыз. Егер қолмен алынбаса, пышақтың көмегіне жүгінсек те болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Процесті қарай отырып, видео ұнап жатса, каналдың дамуына сізде үлесіңізді қосыңыз. Ол үшін подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Тазартылған құлпынайымызға енді алдымен 2 кеседей қант сеуіп қоямыз. Кесені толтырып шашып қойсаңыздар өте әдемі болады. Бұл жерде примерно 5 кило 6 кило клубника шығады. Сол үшін көлеміне қарай шекерді килограммен қосқанда дұрыс. Және осылай қанты біраз еріп суы шыққанша бетін жауып салқын жерге қойып қоямыз. Міне қантымыз шамалы еріген, астынан суы шыққан. Енді газға қойып, осылай қайнатамыз. Бір рет қатты қайнағаннан кейін өшіріп қойып, тағы да 1-2 сағаттан кейін қайталап бір рет қайнатып жібереміз. Сол кезде дәмі өте әдемі болады. Және екінші рет қайнатылып жатқан кезде қантының дәмін көріп, аз болса тағы да 2 кеседей немесе 4 кеседей қосу керек. Қанша қант көп болса, соншалықты құлпынайымыз езілмей әдемі болып шығады. Міне біздің вареньеміз дайын, цветі де өте күшті шықты. Енді біз жуылған банкаларымызды дайындап, суымызды қайнатып, осылай крышкалардың үстіне құямыз, микробтардан таза тұрады сонда. Енді тазартылған, бумен тазартылған банкаларымызға вареньемізді құйып, жаууды бастаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап отырыңыздар. Банкаларымызға осылай вареньемізді құйып болғаннан кейін енді жапқышпен аузын мақтап тұрып, үстінен қатты басып тұрып бұраймыз. Өте оңай тәсілі, вареньеміз өте дәмді шықты. Түсі де өте керемет. Кез келген қонақтың алдына қойсаңыздар, сіздерді мақтап тұрып жейтін болады. Мінекей вареньеміз күшті шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, маған тіркеліп қойыңыздар.